Hello everyone. We start part 3 of our English alphabet lesson. Үшінші бөлім бастаймыз ағылшын әліппесіне арналған. Бұл consonants C, G and T, TH. C, G дауыссыз дыбыстар және TH екі әрпі қосылғандағы жасалатын екі дыбыс. Міне TH осы екі әріп қосылып жазылғанда кейде the деген дыбыс береді, кейде th деген дыбыс береді. Біреуі үнді, біреуі үнсіз. Ол екеуінің қашан үнді, қашан үнсіз болатыны жайында ереже жоқ. Бір ғана амал осы сөздерді бірнеше рет қайталап оқып, көзді үйрету керек. Қай кезде ол the, қай кезде th болатын. Осы екі дыбыстың қалай жасалуы жайында, жасалуының ерекшелігі жайында мен мына екі ерекшелігін түсіндіру үшін осы екі суретті қосып отырмын. Міне үнді түрін the деген транскрипциялық белгісі. Осы үнді түрін айтқан кезде тілдің ұшын үстіңгі тістердің артына таяп тұрып айтады. Сонда тіл менен үстіңгі тістердің арасынан шыққан ауа the деген дыбысты береді. The. Ал екінші үнсіз түрі th. Міне транскрипциялық белгісі осы th. Бұл түрін айтқан кезде тілдің ұшын үстіңгі және астыңғы тістердің арасына ұстап тұрып айтады. Міне осы суретте көрсетілген. Ондай болса оқып көрейік. Бірінші міне the деген ол артикль не екен біз кейінгі сабақтарда өтеміз. Ол кейде the болып оқылады, кейде the болып оқылады. Өзінен кейін дауыссыз дыбыстар келсе the болады, дауысты дыбыстар келсе the болады. Осы бірінші жазылулары және транскрипшндері екінші қатарда, яғни айтылулары. This, that. Мен бүгін мынау тышқаным онша жұмыс істемей тұр. Міне then екінші қатарда. These, those. There, them. Ал енді үнсіз болып айтылуы екінші таблицада. Thank. Міне рахмет дегенде айтатын осы, thank you дегенде айтатын осы сөз. Осы N әрпі өзінен кейін K және міне екінші сөздегі G екеуі келсе ың болып айтылады. Ың деген біздің өзіміздің қазақша ың ұқсайды. K айтылады, G айтылмайды, ың болып қалады. Thank, thing, think. Thin, tooth, teeth. Tooth деген тіс, teeth деген тістер. Both, bath, path. Міне A, T, H-дің алдында созылыңқы A болып айтылады. Міне осы қазақша сөздерді жазған кезде мен осы ағылшын әріптерін қолдандым. Өйткені мен қазақ тілінің латын әліппесін шығуын күтіп жүрдім осы күнге дейін, бірақ әлі дайын болмай жатыр. Сондықтан осы ағылшын әріптерін қолдандым. Ол ағылшын тілін үйреніп жүргендер үшін қиын болмайды оларды оқу. Осы екі суретке қарап, осы екі дыбыстың айтылуын жаттығу жасаңдар. Қай сөздерде th болады, қай сөздерде the болатын есте сақтаңдар. Бұл бетте біз C және G дауыссыз әріптерінің оқылуы жайында айтамыз. C және G екі түрлі оқылады, өзінен кейін қандай дауысты дыбыстар, қандай әріптер келгеніне байланысты. C міне E, I, Y үш дауыстысының алдынан келгенде S болып оқылады, басқа жағдайдың барлығында K. G да сол сияқты, өзінен кейін E, I, Y дауысты дыбыстар келсе J болып оқылады, басқа кездің барлығында G болып оқылады. Онда C-дің S болып оқылуын көрейік. Осы S болып оқылуында да, K болып оқылуында екі қатарда да барлық сөздер бірдей. Бұл сөздерді мен әдейіге таңдадым, өйткені осы сөздердің әрқайсында C
екі рет немесе үш рет кездеседі. Бірінде с, кейбір екіншісінде к болып тұр мына жерде мысалы. Осы ережеге байланысты. Онда бастап оқимыз. Circus, success, circumstance, circle, certificate, cycle, concept, concern, cynical, ceremony, civilized. Екінші қатарда бәрі сондай, тек қана ең соңғы екі сөз бөлек. Complex, comment. Және үшінші қатардағы осы сөздердің транскрипшндері сендерге көмектеседі деп қостым. Осы транскрипшндердің көмегімен үйде оқып бірнеше рет жаттықсаңдар, көздерің бұл сөздерді дұрыс оқуға үйреніп кетеді. Міне біріншіде апострофи деген тұр. Міне бұл екпін сол буынға түсіп тұр деген сөз. Сол кезде ол екпін түскен буындардағы дауыстылар дұрыс оқылады өз ережесі бойынша, және екпін түспеген буында дауыстылар болып оқылады. Мен бұны алдыңғы сабақтарда қайталадым. Сендердің естеріңе жақсылап сақталсын деп. Екінші сөзде де солай, бірінші буынға екпін түсіп тұрған жоқ, дауысты дыбыс нейтралды болып тұр. Міне белгісі success. Сол сияқты басқа сөздерде солай. Сол апострофиге, екпінге көңіл бөліп оқисыңдар. G, E, I, Y дауыстылардың алдында. Gel, jam, general, gentle, genius, gesture, genuine, giant, gypsy, jam, gigantic. G болып оқылуы. Glass, goal, good, gold, grace, group, guide, gum, guarantee, graphic, gigantic. Осы сөздің көбісі орыс тіліне енген сөздер, енгізіп алған кезінде. Сондықтан таныс болуы мүмкін, сол орыс тіліндегі айтылуынан бөлекше екендігіне мән беріп, абайлап жаттығыңдар. Міне circus деген, ол цирк деген сөз осыдан шыққан. Circle, ол шеңбер деген мағына. Циркуль деген сөз осыдан шыққан. Certificate, сертификат. Cycle дей ма орысшада? Cycle осы. Concept, concern деген сөзде бар. Cynical, ол циничный деген сөз. Complex деген сөз бар. Comment, соңғы кезде social медиада, әлеуметтік желіде comment деген сөздер кездеседі, сол осы сөз. Gel, міне gel деген сөз. General, генеральный деген сөз. Genius, ол гений. Gesture, gestikuляция деген сөз бар. Және gigantic, гигант деген сөз. Группа деген орысшада сөз бар, осы групптен шыққан. Және гид, француздар осы guide деген сөзді гид деп оқиды. Орыс тілінде гид болып енген, ол туристерге жаңағы бағыт беретін мамандық. Guarantee бол гарантия, график, gigantic. Осылай ағылшынша айтылуын абайлап үйде біраз жаттығу жасаңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Келесі сабаққа дейін сау болып тұрыңдар.